Қайырлы күн достар, сіздермен мөлдір. Бүгін біз сіздермен аз ғана фарштан осындай өте дәмді әрі ерекше болып шығатын бризоль тағамын бірге дайындаймыз. Өз отбасыңызға осылай кафедегідей әдемі етіп ұсынсаңыздар болады. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеомны жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тартылған етіміздің үстіне бір үлкен пиязымызды блендердің көмегімен немесе үккіштен ұсақ етіп өткізіп саламыз. Сондай-ақ үстіне дәміне қарай тұзымызды, бұршымызды және кез келген қалаған дәмдеушіңізді қоса берсеңіздер де болады. Осының барлығын салып алып, жақсылап араластырамыз. Кейіннен осылай таразының көмегімен фаршты 60 граммнан өлшеп аламыз. Әр бөлшекті бөлек-бөлек қойып дайындап қоямыз. Отбасы санына байланысты тартылған етті көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Және аздаған майонездің үстіне бір сарымсағымызды үккіштен өткізіп, жақсылап араластырып дайындаймыз. Бұл бізге ортасына жағу үшін қажет. Енді бризолімізді дайындауға кірісеміз. Жаңағы бір дөңгелекшеге бір жұмыртқаны салып, шанышқының көмегімен біздің тартылған ет жақсылап жұмыртқамен бірге араласуы қажет. Осылай жақсылап араластырамыз. Егер сіздердің табаларыңыздың диаметрі менікі секілді үлкен болса, 60 грамм емес, фаршты 80 граммнан алып, үстіне 2 жұмыртқадан салсаңыздар, сіздердің бризольдарыңыздың көлемі үлкенірек, жалпақ болып шығады. Табамызды қосып, орташа отта сұйық май құйып, қызып тұрған табамызға жаңағы массамызды құйып, дәл осы видеодағыдай лопатаның немесе өзіңізге ыңғайлы ағаш қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Біздің бризоліміз піскенше арасына салатын салмасын дайындаймыз. Мен оған қызанақ пен қиярды пайдаландым. Жақсылап жуып алып, ұсақ етіп 4 бұрыш қылдырып тураймыз. Арасына начинкасын салмай қойсаңыздар да болады. Жаңағы майонез бен сарымсақты жағып ұсына берсеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңыз. Гарнирге мен осылай сары майда қуырылған күрішті ұсындым. Мінеки, біздің жаңағы бризоліміздің бір жағы пісіп, екінші жағын аударамыз. Әр жағын шамамен 4-5 минут аралығында баяу отта пісіріп аламыз. Біздің бірінші бризоліміз дайын болғанша, екіншісін дәл осылай ыдысымызға тартылған етімізбен жұмыртқамыз салып араластырып дайындап қоямыз. Мінеки, бірінші бризоліміз пісіп шықты. Піскеннен соң ыстықтай бірден осылай орап формаға келтіреміз. Және ол формасын ұстап тұрған кезде екінші бризолімізді дәл жаңағыдай құйып, жан жаққа осылай жайып шығамыз. Бірден жайғандарыңыз дұрыс, себебі формасын ұстамай қалу мүмкін. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Арасына жаңағы сарымсақ қосылған майонезімізді жағып шығамыз. Сондай-ақ турап дайындап қойған қияр мен қызанағымызға аздаған тұз сеуіп, ортасына осылай салып шығамыз. Шамамен бір ас қасықтай салсаңыздар болады. Және осылай рулет секілді орап дайындап қоямыз. Бризоліміздің бір жағы піскенде дәл осы видеодағыдай көлемі кішірейіп, беті аздап томпаяды. Және осы кезде келесі бетіне аударамыз. Дайын болған бризольдарымызды әдемі етіп ұсыну үшін осындай кондитерский қапшыққа майонез бен кетчупымызды салып, ұшын кесіп, дәл видеодағыдай узорт салып шықсаңыздар болады. Мінекей, жан жағына қияр мен қызанақты қойып, және гарнирге рассыпчатый күрішті ұсындым. Дәл осы шашырап пісетін, әдемі болып пісетін күріштің рецепті менің каналымда бар, ссылкасын қалдырамын. Назарларыңызға көп рахмет.